Бәріне сәлем, мен UFC президенті Дана Уайт. Бізді бұл жазда керемет жекпе-жектер күтіп тұр. Өздеріңіз білетіндей, халықаралық жекпе-жек апталығы 8 шілде күні басталады. UFC 290 турнирінде чемпион Александр Волконовский уақытша чемпион Яир Родригеспен жекпе-жек өткізетін болады. Бұл жазда өтетін керемет жекпе-жектердің тек басталуы ғана. Ай соңында біз Юта штаты Солт-Лейк-Сити қаласында, дәлірек айтсам, сенбі күні 29 шілде UFC 291 турнирін өткізетін боламыз. Хорхе Масвидаль мансабын аяқтағаннан кейін BMF титулы өзінің жаңа иесін күтуде. Мейн ивентте жеңіл салмақтың 2 және 3 номері Дастин Порие мен Джастин Гейджи BMF титулы үшін 5 раунд күш сынасатын болады. Естеріңізге сала кетсем, бұл екі жігіт те жеңіл салмақ дивизионының бұрынғы уақытша чемпиондары. Екеуі де спорттағы ең мықты жауынгерлер. Ханымдар мен мырзалар, бізді керемет карт күтуде. Ал ко-мейн ивентте әлемдегі ең үздік екі жауынгер қақтығысады. Олар жартылай ауыр салмақ дивизионының бұрынғы чемпионы Ян Блахович және орта салмақ дивизионының бұрынғы чемпионы Алекс Перейра. Бұл Перейраның жартылай ауыр салмақ дивизиондағы бірінші жекпе-жегі. Және Тони Фергюсон Бобби Грин жекпе-жегі. Майкл Киеза Кевин Холланд жекпе-жегі. Және Пауло Коста қайта оралды. Ол жақында ғана керемет нокаутымен көзге түскен Икрам Алискеровпен шайқасатын болады. Бұл өте керемет басты карт болмақ. Күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше.